Мейрамбектің сахнаға шығуына 45 минут қалған. Киім ауыстыратын бөлмеде үнсіз отырған Мейрамбектің маңдайы жіп-жіптер. Температурасы 39,2. Қасындағы көмекшісі: аға, бүгін шықпаңыз, халық түсінеді деп бірнеше рет айтқан. Бірақ Мейрамбек жай ғана: мен халыққа уәде бердім деді. Даусы бәсең, бірақ нық еді. Ол орнынан тұрып сахнаға қарай жүрді. Жүрісі ауырлаған. Бірақ көзіне қарап, ешкім оның қаншалықты әлсірегенін байқамас еді. Ол сахнаның қас батырларының бірі. Концерт басталды. Алғашқы ән «Сағыныш». Халық тік тұрып қарсы алды. Сахнаның жарығы жарқырап тұр. Мейрамбек әнді шын жүрекпен айтты. Залда отырған мыңдаған адам оның сырқат екенін білмеді. Бірақ әннің соңына қарай оның дауысы сәл қалтырап, иығы төмен түсіп бара жатты. Екінші әнде қара көз, ол микрофонды екі қолымен қысып ұстап тұрды. Даусында сыр бермегенмен ішкі күрес жүріп жатты. Жүрегі дүрсілдеп, желкесі шымырлап барады. Жарықтан көзін ашу қиын. Бірақ ол тоқтаған жоқ. Жүзіндегі бір ғана ой: халыққа әнім жетсе болды. Үшінші ән «Өз елім». Ол әнді бастай бергенде бір сәтке көз алды қарауытып кетті. Бірақ әнді тоқтатпады. Халық қол соғып, орнынан тұрып, бірге шырқай бастады. Залда тек эмоция, көз жасы, сағыныш. Бірақ ән аяқталмады. Кенеттен жарық сәл бәсеңдеді. Мейрамбек теңселіп тұрып, бір қадам артқа шегінді. Микрофон қолынан түсіп кетті. Бір сәт үнсіздік орнады. Ол бүгіліп барып сахнада талып түсті. Сахнаға жүгірумен келген көмекшілер. Дауыс режиссері тоқтаусыз жедел жәрдем шақырыңдар деп айқайлады. Зал шулап кетті. Біреулер жылап, біреулер телефонын алып түсіріп жатты. Бірақ көпшілігі аң-таң. Бұл қойылым ба? Әлде шын оқиға ма? Жедел жәрдем 10 минутта жетті. Ол сахнаның артқы есігінен алып шығылды. Ессіз, беті аппақ, денесі қалтырап жатыр. Дәрігерлердің айтуынша қатты шаршау, физикалық әлсіздік, жоғары температура. Есін жиғанша бірнеше сағат өтті. Ауруханадағы түн. Сол түнде жанында тек жары мен ең жақын досы болды. Мейрамбек көзіне жас алып тұрып былай деді: сахна мен үшін жай өнер емес. Халықпен болған әрбір сәт өмірдің жалғыз шындығы секілді. Егер сол кеш менің соңғы кешім болса да, мен бәрібір шығар едім. Жары оның қолын қатты қысып: сен тек біздің емес, мыңдаған адамдардың үмітісің. Өзіңді де ұмытпа, деді. Бір аптадан кейін желіде тек осы оқиға жайлы айтылып жатты. Батыр, халықтың шын өнерпазы, осындай адалдықты бұрын көрмегенбіз деген пікірлер мыңдап жиналды. Теледидар, газет, тіпті шетелдік басылымдар бұл оқиғаны жария етті. Халық оны бұрынғыдан да қатты сүйе бастады. Өйткені ол сахнада ғана емес, өмірде де шыншыл, адал ер еді. Эпилог. Бүгін сол концерттің видеосы YouTube'да 10 миллион қаралым жинаған. Бірақ ең бастысы, ол кеш Мейрамбектің халықпен арасындағы шексіз сенім мен махаббаттың символына айналды. Бұл оқиғада шындық пен сахналық драманың үйлесімі бар. Ол халық әртісінің жүрекпен айтқан, термен төккен өнерінің бейнесі.